Сәлем достар, сіздермен бірге Кинози. Арнаға қош келдіңіздер. Жалпы мен драма көргенді жақсы көремін. Сол себепті сіздерге керемет фантазия жанрындағы қытайлық топ драмалар тізімін ұсынғым келіп отыр. Жалпы аспан әлеміндегі фея, демон, құдайлар туралы болады. Ендеше менімен бірге көр, мен бастаймын. Соңына дейін бірге бол. Өте қызық болады. Сонымен біздің бірінші драмамыз өткен өмірмен байланысты алғашқы махаббат және де құдайларға байланысты болады. Драма идеясы өте керемет, себебі актерлар сүйкімді, танымал. Әрине бұндай керемет актерлардан беделдеріне қарай отырып керемет драма болатынына сенімдімін. Сонымен сюжетке оралайық. Басты кейіпкер Танжоу демондарға қарсы адал батыл аңшы болады. Ол әдемі жас қыз Яндан және оның досы Таутухы Юмомды таудан әлсіздерге көмек беру кезінде кездестіреді. Олар қара күштердің күшейіп күш жинап жатқанын біліп, үшеуі бірге көне ежелгі 4 жәдігерді іздеуге аттанады. Жәдігерді қайтару мақсаты олардың әлемді қайтадан өз орнына келтіру, адамдарға көмек беру еді. Және іздестіру кезінде Танжоу мен Яндан өздерінің бұрынғы өмірлерін естеріне түсіреді. Жігіт соғыс құдайы, қыз болса бұрынғы тайпадан қалған соңғы патшайым болады. Ары қарай махаббат оқиғасын осы драманы көру арқылы жалғастыра аласыздар. Сіздерге міндетті түрде көруге кеңес беремін. Екінші орында Синий шепот фантазия жанрындағы драма. Феялар басқаратын әлемде суперлері және де басқа да демондарға аңшылыққа шығады. Әрине әлемнің теңдігін бақылап ұстап отыратын әскерлер де болады. Джейнхэ есімді сұлу қыз демондарға аңшылыққа шығушылардың қатарынан болады. Оның басқалардың өзгешілігі қару қолданбайды. Демондарды алдап жаман жолдан жақсы жолға өзгертетін еді. Бір кездері зұлым ханшайым Шунде суперлерінің басшысы Чаниді ұстап алады. Ханшайым оған қызығып, оны өзінің қызметшісі етпек болып бағындыру үшін аралға әкеледі. Барлық аңшылар оны бағындырмақ болады. Әрине олардың арасында Джейнхэ де болады. Ол өзінің мейірімділігімен және де әрекеттерімен суперісін қарата ала ма, немесе оның құрбаны бола ма? Осы сұрақтың жауабын драмадан табасыз. Өте жеңіл драма, 101% сізге көруге кеңес беремін. Және де ең керемет драма, сүйікті драмам, сіздер үшін ең кереметін соңына алып қалдым. Фея мен демон арасындағы махаббатты бейнелейтін керемет драма. Және де ескерте кететін жайт, бұл драманың аниме нұсқасы да бар. Сонымен 30 мың жыл бұрын ең ауқымды қанды соғыстың кесірінен соғыстың құдайы өзін құрбан етіп, демондардың басшысы Донфан Сенсанды жеңіп мұнараға қамайды. 1000 жылдан соң Архидея духы Сяолон Хуа өлмейтін соғыс патшасы Чанхэнді құтқармақ болады. Сол арқылы ол демондардың патшасы қамалған мұнараға тап болады. Демондар патшасы мен фея денелерімен белгісіз сиқыр арқылы ауысып кетеді, бірақ та қайтадан орындарына келіп, демон патшасы қамаудан босайды. Ол өзінің зұлымдығын үш әлемде жалғастыруды бастайды. Бірақ та Цинцан өзінің соғыс кезінде қатып қалған әскерлерін тірілте алмайтынын біледі, себебі соғыс құдайының сиқыры әлі күшін жоймаған еді. Фея Архидеяның бұл жағдайға қатысы болады. Патша феямен бірге денелері ауысып бірге байланысты болады. Сонымен фея мен демон арасындағы махаббат өте керемет нәрсе десек те болады. Міндетті түрде көріңіздер. Осындай керемет драма тізімін шығарғанымды қалайсыздар ма? Арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау күтеміз.